Мына кішкентай бүлдіршіннің қолына шылапшын алып, бір қолына құман алып, су құйып жатқанын көріп тұрсыздар. Бұл Сүлеймен алейхиссаламның заманынан басталған үлкен тарихи маңызы бар нәрсе. Өздеріңіз білесіз, әкесі Дәуіт Сүлеймен алейхиссалам дүниеге келеді, 9 жасқа дейін өмір сүреді. 9 жастан кейін біз оның тағдырын сол жасқа дейін жаздық деп айтады. Әкесі Дәуіт іштей көнбегенмен, бірақ Алланың айтқанына көнемін ғой деп иман келтіреді. Сол кезден бастап Сүлеймен алейхиссалам есік алдында күніне 500 адам кіріп шығады. Солардың барлығына су құйып қызмет қылады. Сол кезде кірген шыққан адам ғұмыр жасың ұзақ болсын, патша бол, екі дүниенің сәрдуәрі бол, екі дүниенің сырына жетіскен адам бол, өз заманының пайғамбары бол деп неше түрлі дұға баталарды айту арқылы бала 15 жасқа келіп белі қатайып мықты жігіт болады. Сол кезде Дәуіт әкесі Алла тағаламен сөйлескенде: "Я Раббым Алла, бұған 9 жасқа дейін ғұмыр жасының тағдырын жаздым деп едім. Бұның хикметі не?" дегенде: "Я Дәуіт, рас айтасың, бірақ біз оның қызмет қылуына, қызметті ықыласпен қылуына үлкен дұға баталар алу арқылы оның ғұмыр жасын ұзарттық" дейді. Сол кезден бастап Сүлеймен алейхиссалам пайғамбар болып, мықты болып, ан, құс, тау, тас, бүкіл 18 мың әлемнің патшасы болады. Сол әлемнің қамқоршысы, жәрдемшісі болады. Достар, осы біздің қазақ халқында қонақ келсе, кішкентай баланың қолына, сол қолына шылапшын, оң қолына құман береді. Су құюға жібереді үлкендеріміз. Оң жағынан баста, құманды су құйғанда 3 рет үзіп құй. 4-шісін қонақ сұраса құй, сұрамаса құйма деп үлкен осындай дұға баталарды алу арқылы біздерде қызмет қылуға жіберетін еді. Сол үшін достар, кішкентай балдарымызға, інілерімізге осындай тарихи біздің қазақ халқының салт-дәстүріне сіңісіп кеткен осындай үрдісті жалғастырайық достар. Комментарий қалдырайық, лайк басып тіркеліп кетейік.